30 қаңтар ай, яғни январдың 30-ы ғой. Кеш сағат 6-дан 40 минут өткенде Сабырбек Нұрманұлының желтоқсан жаңғырығы дейтін өлеңіне арнап бір жақсы әуендерге қалып еді, соны түсіріп қойып атқан әннің авторы Өмірзатты білерсіз. Ағалар менің де айтарым көп, шындық көлін шырқырап шайқадым кен. Мен дәлімді шақтаған боздақтардан сөзін сөйлеп өлеңмен айтарым деп. Ey şalğalay, oy dünyay, sözünü söyle ölümen aytar dem. Болғаннан соң көңілде айтарым көп, шындық көлін шырқырап шайқадым кен. Қазағымның үш ұлы жұбын жазбай келе жатыр елінде қайта гүлдеп. Ey şalğalay, oy ağlayan, kele жатыр yerinde қайта гүлдеп. Мен солардың соңы жоқ жалғасымын, жаңғырған намыстан бар ғасырым. Өз тілімді қайықпен қалқылт етіп алып келе жатқан бір арнасыма. Ей жалғанай, ой дүнияй, алып келе жатқан бір арнасыма. Қол салған ниетімен есебімен бие айтқан ақыл ой есімеде. Кермелерді қиратқан қақыратқан желтоқсанның тоқтатсын көшінеген. Ey жалғанай, oy dünyay, желтоқсанның тоқтатсын көшінеген.
шайыла бағым арадың енді сөнілмей алаулап жалын араман желтоқсанның дауылы көктем әкеп әні болдық бұл күнді сағынғаннан ей жалғаным ой дүние-ай әні болдық бұл күнді сағынғаннан тербеткен қазағымның мұңлығын жырлап та кетеміз-ау мәңгі мұны біріктірген ертерек ұрпақтарын желтоқсанның жасасын жаңғырған ей жалғаным ой дүние-ай жасасын желтоқсанның жаңғырған тербеткен қазағымның жанымын жырлап та кетеміз-ау мәңгі мұны біріктірген ертерек ұрпақтарын желтоқсанның жасасын жаңғырған ей жалғаным-ай ой дүние-ай жасасын желтоқсанның жаңғырған ей жалғаным-ай ой дүние-ай желтоқсанның жасасын жаңғырған желтоқсанның жасасын жаңғырған